Саламатсыздар ма, құрметті менің оқырмандарым. Менің әңгімемді тыңдамас бұрын менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кесірлі келін 3 айдың ішінде үйіміздің берекесін осылай қашырып жіберді. Апта сайын үйіне барады, апта сайын 2 күн қонбай келмейді. Бірде ұлым жұмыс барысымен жол жүріп кеткен. Кешкісін тамағымды жасап күтіп отырмын. Келін жоқ. Әрі күттім, бері күттім, сөйтсем күйеуіне ескертіпті де төркініне тайып отырыпты. Сол жатқаннан 3 күн жатты. Жарайды, келін ақымақ шығар, жас шығар, ал шешесі ше. Қызым, күйеуің болса жол жүріп кетіпті, үйленгендерің кеше, үйіңе бара ғой деп айта алмағаны ма? Өзімнің қызым бір қалада тұрып, айында жылында қонуға келмейді. Жылына 1 рет қонуға келсе де, ертесіне үйлеріне кетеді. Бұл біз үшін қалыпты жағдай. Өйткені оның үйі бөлек. Ол бізден кеткен адам. Баяғыда өзіміз төркінімізге жылына 1 рет барсақ, Құдайға шүкір дейтінбіз. Ал біздің келін күйеуімен сәл нәрсеге келіспей қалса, біресе бір әпкесінің үйіне, келесі жолы келесі әпкесінің үйіне кетіп қалады. Одан қалса шешесінің үйіне кетеді. Әпкелері де тұрмыста, намыстары бар болса, қой, баяғыдай жалғыз емессің, үйіңе бар деп ақылын айтпай ма? Төркініне жиі-жиі баруының тағы бір себебі әкесі мен шешесінің несиесін төлейді. Сіңілісінің оқуын төлейді, одан қалса жолының ақшасы, тағысын тағы. 3 ай тұрғанында 3 рет нан әкелген жоқ. Бар тапқанын төркініне тасыды. Оған да үндеген жоқпыз. Уақытшыға шығар дерістік. Әйтеуір екеуі жарасып бақытты болып кетсін деп жүрдік. Арасында ренжіп кетіп қалады. Балам барып алып келеді. Бір күні әке-шешесі әкеп тастады. Балам кетем деген адам кетіп тынады. Екеуіңді біз қосқан жоқпыз. Өздерің бір-біріңді тауып үйлендіңдер. Егер үй болам деген ниеттерің болса, адам болыңдар. Ондай ниеттерің болмаса, қазірден басын ашып айта ғой деп, мен енді әңгіменің ашығына көштім. Жоқ, мама, кешіріңіз деген соң, тағы да ішім жылып сала берді. Арада 5 күн өтпей тағы жиналып жатқасын, бүгін барып келіңдер, ертең тіршілік жасайық, қыс келе жатыр дедім. Бар айтқаным осы. Содан түлін түрткенде жұлынып кетемін де кетемінге басты. Балам да 3 айдың ішінде әбден жалығып кетсе керек, кете бер деді. Ертесіне әкесі мен шешесін шақырып, жүгін басып беріп жібердік. 3 айдың ішінде өзім де қайта-қайта қан қысымым көтеріліп, ауырып қалатын болдым. Ұлым да жүдеп кетті. Тойға, басқаға кеткен шығынды бастан құлақ садақа дестік. Бірақ жүректе сыз қалды. Таяуда танымал тележүргізушінің сұхбатын оқыдым. Тұрмысқа шыққаннан кейін күйеуі 2 баламен ауылға тастап, өзі қалада жұмыс істепті. Сонда шешесіне хабарласып ренішін білдірген екен. Анасы, қызым, үйге тек күйеуіңмен, балаларыңмен қыдырып қана келетін бол, жылап келуші болма, деп ақылын айтыпты. Сол ақылдан жаман болған жоқ. Бүгінде 5 баланың анасы, бақытты шаңырақтың ұйытқысы болып отыр. Қызметтен де қалған жоқ. Жалпы күйеуге кеткен қызының тірлігіне араласу, санасы таяз, түсінігі төмен адамдардың тірлігі деп ойлаймын. Керісінше кеткен қызды келтірмеу жағын көбірек ойлау керек. Ішіме сыйған бала сыртыма да сияды дейтін көкбеттіктің кесірінен қаншама отбасының шырқы бұзылып жатыр. Әке-шешесінің намысын ойлаған қыз өзі де барған жеріне тастай батып, судай сіңуді ойлауы керек. 2 күннің бірінде төркінге тартып отыру жақсылық емес. Бұл менің құпия оқырманымның жанайқайы еді. Кімдікі дұрыс, кімдікі бұрыс, оны өздеріңіз таразылап, таразыға саларсыздар.